Ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жақсылар, бүгін бізде Vivo Y21 модель келіп тұр. Экран бұғатын ұмытып қалған. Және Google аккаунт құпия сөзінде ұмытып қалған. Қалай ашамыз, қараңыздар. Өшіретін батырманы басамыз. Смартфон толығымен өшіреміз. Немесе перезагрузка басамыз. Дауыс азайтатынмен өшіріп қосатын батырманы бірге ұстап тұрамыз. USB қосылған болу керек. Сосын бізде мынадай режим пайда болады. Дауыс қосатынды басып тұрамыз. Бізде осындай экранда осындай режим пайда болады. Осыны таңдаймыз. Ол бізден Wi-Fi сұрайды, Wi-Fi-ға жалғануды. Қазір мына жерде өзіміздің Wi-Fi-мызға кіргізіп қоямыз. Wi-Fi паролін енгіземіз. Дұрыс жазылмапты. Қазір Wi-Fi енгізіп алайық, сосын міне жалғандық Wi-Fi-ға. Wi-Fi дұрыс емес, құпия сөз дейді. Қайтадан енгізу керек болады. Өзі осылай басында не болады? Дұрыс пароль енгіземіз Wi-Fi-дің. Құпия сөзді дұрыстап енгізгеннен кейін не істеу керектігін көрсететін боламын, қараңыздар. Міне бізде мынадай пайда болады экранда. Wi-Fi-міз іске қосылды. Смартфонда екінші батырманы басамыз, немесе біріншіні. Енді Recovery мод деген батырманы басамыз. Бағдарлама енгізетін режимге түсті телефонымыз, смартфонымыз. Қазір күтеміз. Мына жерде Clear Data деген батырманы басып, толығымен зауыттық баптауларды қалпына келтіру батырмасын басамыз. Екінші батырма мұнда да осылай күтеміз. Мұнда кешті тазалауға да болады, тазаламаса да болады. Негізі әдетте тазалаған дұрыс болады. Тағы бір қайталап көрейік жаңағы процесті. Енді кешті тазалап қойық. Кеш тазаланды. Ендігі мәселе бізге смартфонды өшіріп қайта қосу қажет болады.
кері қарай батырманы басамыз. Осы жерде рестарт деген болу керек. Смартфонды қайта өшіріп қосу деген. Сосын күтеміз. Осылай өзі ұзақ уақыт қосылатын болады. Vivo деген смартфондардың жылдамдығы осылай. Жұмыс жасауы. Күту керек болады осындай ұзақ уақыт. Смартфонның жылдамдығына байланысты тез қосылуы, қосылмауы, озуы аздау болса осылай. Негізінде Vivo'лар өзі осылай ұзақ уақыт қосылатын болады. Смартфонның ішіндегі баяу қозғалатындардан десек те болады. Күтеміз сабырлықпен. Күндіз болғандықтан, қатты жарық болғандықтан камераға кішкене дұрыс түспей тұр. Сәлем дейді, сәлем. Смартфон іске қосылды. Енді Google бұғаты шығу керек, немесе экран бұғатын сұрайды бұл қайтадан. Қанша зауыттық баптауларды қалпына келтірсек те, алдын ішінде тұрған Google аккаунтты сұрайды, және экран бұғатын сұрайтын болады. Құпия сөзді ұмытып қалғанбыз, сол үшін біз бәрімен келісеміз. Тексеріп алайық алдымен. Шындығында солай қолданып тұр ма, бұғаттап тұр ма, тұрған жоқ па, соны тексеру үшін тағы да Wi-Fi-ға жалғану керек бізге. Wi-Fi-ға жалғанғаннан кейін міне осылай Google тексеріп жатыр. Бірнеше уақыт алады бұл процесте. Күндіз болғандықтан жарық дұрыс түспей тұр. Кішкене не скопировать, көшірмеу батырмасын басамыз. Сонда сол жақ бұрышта астында экран бұғатын сұрап тұр. Google аккаунт арқылы кіру деген батырманы басамыз. Міне алдын енгізілген Google аккаунтты енгізіңіз деп тұр бізге. Оны әрине ұмытып қалғанбыз, сондықтан бұлай жасап көрейік. Әр кезде әртүрлі болады, әр смартфонда, Vivo'ның әр моделінде әртүрлі ашылатын болады. Сондықтан түрлі тәсілдерді пайдаланып көреміз. Мұқият қараңыздар. Бағдарлама жазу, бағдарламаның жаңаруы бұл үздіксіз дамып отырады. Әр кезде әртүрлі болып өзгеріске еніп отырады. Тек қана осы метод осылай кетпейді. Ай сайын немесе 2 ай сайын деген сияқты өзі жаңарып отырады. Бұл жерде тілді таңдап аламыз. Мейлінше тілмен страна дегенді орыс тіліне қою керек. Сонда бізге көмекші тез тауып береді. Айтқан нәрсені тез ұғатын болады. Смартфонның дауыстық хабарлама арқылы жұмыс жасайтын режимі осылай talkback режимін қосу керек бізге. Елді сіз көреміз. Так, бұл болмайды екен. Бұл тәсіл өтпеді. Дауыс
қосатын және азайтатын дауыс ұлғайтқыш пен дауыс азайтқышты бір мезетте ұстап тұрамыз. Екі саусақпен бірдей. Сол арқылы режим талпбек мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған режимге түсіреміз. Осылай. Так, қарап отырыңыздар. Керісінше сызып көрейік. Осы жерде осы бірінші тұрған пунктті таңдаймыз. Дисплейді 2 рет басамыз. Сосын ассистент деп айтуымыз қажет болады. Мына жерде тағы да екінші пунктті таңдаймыз астындағы. 2 рет басамыз. Ассистент деп қаттырақ айту керек болады, микрофонға жақындап. Сосын осылай қайталай беруге болады, оны ешқандай уайымдамаңыздар. Ассистент YouTube деп айту қажет болады. Ассистент шыққан кезде YouTube деп айтуымыз керек. Ассистент деп микрофонға жақындап айтамыз, бұлай жасаймыз. 2 рет дисплейді түртеміз де. Ассистент өтпей тұр қазір. Өз белгі болады. Ассистент бұл жаңағы регион деген таңдаған кезде, мысалға біздің регион таңдайтын болсақ, ассистент дегенде бізді тыңдамайды смартфон. Сол үшін мейлінше Россия, русский деп таңдау керек болады. Тіл мен регионды, страна мен регионды солай таңдаған абзал болады. Бізге Google бұл хатты шешу үшін сол режим, сол тіл арқылы шеше аламыз. Қазір енді пин-код салып көреміз, немесе пин-код қойылған сим-карта арқылы да шешуге болатын. Алдыңғы Vivo'ларда бұған жүре ма, жүрмей ма тексеріп көреміз. Бұл қабылдамайтын сияқты. Жалпы бұл әдіс бізге де бұл осы Vivo'ны ашуға көмектеспейтін сияқты. Сим-картаны шығарып көреміз. Ешқандай көмек бермей тұр. Демек бізге басқа жолын қарастыру керек сияқты. Қазір бірнеше рет қайталап көреміз осылай. Кейбір Vivo'ның кейбір смартфондары осылай осы жолмен де ашылып жүрген. Шыққандай болды, бірақ шыққан жоқ, ол режимге түспеді бізге. Жоқ, болмайды екен. Басқа режиммен көрейік. Жаңағыдай тілді таңдаймыз, басынан перезагрузка, смартфонды өшіріп қайта қосамыз, не ашып қалады. Өйткені ешқандай несі жоқ. Бір ашылмады деген сөз, ашылмайды, мүлдем ашылмайды деген сөз емес. Міне бағанағы процессті қайтадан қайталаймыз. Ассистент. Осындай шыққан кезде YouTube деп айқайлаймыз. Міне бізді YouTube'ға лақтырды. Міне бізге керек осы. Адамның суретін үстін басамыз. Бірінші жаңағы талпбек режимін өшіреміз. Ең астында батырманы басамыз. Міне бізді браузерге лақтырды. Бұрышта 3 нүктені басамыз. Открыть в деген браузерде ашу деген батырманы басып тексеріп көреміз. Жібермей жатыр. Бізді браузерге лақтырмай жатыр. Жаңағыны қайталап көреміз. Ассистент, YouTube. Осылай YouTube
ашу керек бізде. Үш нүкте браузерде ашу дегенге қосуымыз үшін талкбек режимін өшіреміз. Үш нүктені басамыз. Мына жерде браузерде ашу. Болмады, бұл смартфонды сөндіріп қайта қосу керек. Осындай жағдайда неше түрлі әдістерді пайдаланып көруге болады. Әйтеуір бір жерден айналып өтетін жол болу керек. Ассистент. Мүлдем тыңдамай қойды бізді смартфон. Смартфонды сөндіріп қосуға қажет сияқты, меніңше. Өшіріп қосайық, сіздердің де уақыттарыңызды алмайын. Бізде жаңағыдан кейін браузерге лақтырды. Edirum деген сайтқа кіреміз. Смартфонның бетіне бұғат қою батырмасын басамыз. Біздің Нұрсұлтан сервис болғандықтан N деген қояйық, өзімізге жеңіл болу үшін. Сіздер өздеріңіз қалаған нені қойсаңыздар болады. Окей батырмасын басамыз. Және назад бізге бұғат қойылды. Экран бұғаты қойылды. Барлығынан шығып смартфонды бұғатқа қойып шығарып тексеріп көруге болады. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай жаңағы әдісті қайталап көрсетіп жатырмын. Видеом үзіліп кетті, кешірім сұраймын. Кейде сондай болады. Абзик мотор деп айтуды ұмытып кеттім деген сияқты ғой. Мына жерде артқа басамыз. Сәлем дейді. Мына жерде өзімізге қажетті тілді таңдап, келісемін деген батырмаларды басып шығу керек. Қабылдаймыз, барлық шарттармен келісемін деп бірнеше уақыт күтеміз осылай. Басамыз. Бұғат шешілсе, қазір бізге жаңа аккаунт ашыңыз дейді. Міне тамаша. Экран бұғатын шеше алдық. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерге жақсы тағы да басқа да смартфондардың бұғатын шешуге, көмектесуге әрдайым дайынбыз. Күндіз болғандықтан жарық қатты түсіп тұр. Дұрыс көрінбей жатса, айып етпейсіздер. Міне келесі батырмасын басамыз. Өткізіп жіберу. Келесі. Окей батырмасы басылады мұнда да. Әрмен қарай батырманы басу керек. Жұмысты бастау. Құттықтаймыз, смартфоныңыз ашылды, толығымен қайталануға дайын. Мінекей осылай бұғат ашылады Vivo'ларда. Бізде қайсы модель екенін анық көріну үшін сіздерге көрсетіп жіберейін. Телефонның маркасы қандай екен. Мұнда смартфонымыздың атауы Vivo Y21 болу керек. Мінекей Vivo Y21 маркалы смартфонның бұғатын осылай шешуге болады. Назарларыңызға рахмет. Көмегім тисе